Сол бір 1938 жылдың ызғарлы күзгі күні әлі есімде. Сірә әлде қашаннан бері бүкіл отбасымыз болып, от жағылмаған суық бөлмеде жатамыз. Аяғы ісіп кеткен ауру әкем кеудесіне менің 1 жасар қарындасым Сәукенді қысып алған. Өзі де әлсіреген анам және біз 3 ағайынды, 9 жасар Заркен, 4 жасар Бапкен және әлі 6-ға толмаған мен. Үй жартылай қараңғы. 3 күн бұрын анам бидай кебегінің соңғы қалдығымен көже қайнатқан. Бізге кішкене кесеге құйып беріп, күш жинау үшін қозғалмай жатуды қатаң талап етті. Келесі күні Сәукен мен Бапкен шыдай алмай қыңқылдай бастады. Анам далаға шығып, терезе қақпағын нығыздап жауып келді де, көзінің жасын сорғалап, ботақандарым менің. Мен терезені қараңғылап келдім. Біздің қалай өлгенімізді ешкім көрмей-ақ қойсын, деді. Таң бозарып ата бастаған секілді. Терезе жақтауының саңылауынан сыздықтап енген күн сәулелерінің самауырдың күңгірт бүйіріне боқпантайлап қалай жеткенін бақылап жатырмыз. Біртіндеп көз алдымыздағының бәрі шыр айнала жөнелгендей болады. Жарық сәулесімен бірге шөп талшықтары, месқарын самауыр, есіктің бос ойығы, бәрі айналып тұрғандай. Ол кезде мен аштықтан есімнен танып қала беретінімді түсінбейтінмін. Санаң бір сәтке оянғанда ішіңнің қалай суырылып бара жатқанын қайтадан сезінесің. Жанымдағы інім мен қарындасым көз жасына шашалып анамызды шақырады. Ол балаларға қарай жүгіре жөнеліп, кенеттен бөлменің орта тұсында құлап түсті. Әкем анама бір жамбастан жақындап келіп, «Мақтум, Мақтум!» деп үрейлене үн қатады. Анам үнсіз жатыр. Ал біз төртеуміз қосылып жылай бастадық. Кенеттен бөлме ішіне күн сәулесі лап берді. Әлдегім терезенің қақпағын ашып жіберіп, есікті қатты қағып жатыр. Үлкен ағайым орнынан тұрды. Табалдырықтан ақырын, бірақ күшті дауыс гүрілдеп естілді. «Сәлеметсіздер ме, көршілер? Бәріңіз аман саусыздар ма?» Таныс дауыс. Бұл Иван ағай, кеңшар қоймашысы Иван Семенович Мартынов. Мартыновтардың біздің ауылға қайдан және қашаннан бері келіп тұрып жатқанын білмеймін, бірақ сірә көптен бері болса керек. «Сарқыт алыңыздар, бейнеттеріңіз азайсын», деп ол шағын, бірақ тығыршықтай тығыз қапшықты ұсынды. Мына ғажапқа қараңыз. Анам есін жиды. Сірә көзінде ашып үлгірмесе керек, бірақ қапшыққа қолын созады. Келесі сәтте ол пеш жанында күйбеңдеп жүріп, асығыс бақырды қойып, астына от жақты. Біз оннан жасалған көжені ашқарақтана және рахаттана жұтамыз. Тек қана әне-міне мескейдің түбі көрініп қалам екен деп қорқатын секілдіміз. Кейін білдік. Сол күні Иван Семенович Мартынов барлық үйді аралап, әрқайсына аздап оны үлестірген екен. Сөйтсек, қоймада қол тигізуге тыйым салынған қап болыпты. Бірақ адамдар өлім халде, ажал аузында жатқан кезде қоймашы бұйрықты бұзған. Балалары көп үйлерге сәл артығырақ етіп бәрімізге тең бөлген. Сол күннен кейін әкем оңала бастады. Ал сауыққан соң жұмысқа барды да, үйде аздап ішім жем пайда болды. Бірде анам көшеден жылап келді. Ауылда біреу-міреу аштықтан өлген шығар деп ойладым мен. Сәлден соң әкем де келді. «Жә, жетер, қойсаңшы», деп ол анама қабағын түйе қарады. «Я, қалай қоям? Егер Мартынов болмаса, қанша адам аштан өлген болар еді. Ал ол жанашырлық көрсетіп, қазынаның ұнын таратты. Әлде ол ғана кінәлі ме? Не сендер еркек емессіңдер ме? Неге қорғамайсыңдар? Қорғап көр, аудан орталығына 3 түнемей жете алмайсың. Олар оны босатпайды да, тура бір өзің білмейтіндей. Бірақ 10 жыл түрме не үшін? Аштарға көмектескен үшін бе? Солай деуге болады.
Қыс түсті. Иван Семеновичтің әйелі Марфа тәтей Павлодар түрмесінде қамалып жатқан күйеуін көріп қайтқысы келді. Бір күні Мартыновтың жыртық тон киіп, белін жіппен, қайыспаумен байлаған 5 баласы түгел біздің үйдің есік алдында тұрды. Олардың үлкені менің достарым Петька мен Ваньканың жасы 7 және 6-да болатын. Марфа әр баласының бетінен кезекпен сүйіп шықты да, кетіп бара жатқан арбаға қарай асығыс жүріп кетті. Осылайша олар біздің үйде қыс бойы тұрды. Ал көктемде үйдің жанына жүк арба келіп тоқтады. Марфа өзімен бірге әкесін, сары жерел шалды, шымыр денелі қартты ерте келіпті. Анам оның балалармен құшақтасып қоштасты. Ал олар арбамен бір жаққа қарай кетті. 1951 жылы мен туған өлкеме демалыс алып келдім. Мен кіші лейтенант шенінде аяқтаған соғыс, жеңістен кейінгі тұрақты армиядағы қызмет артта қалған. Біздің үйіміз ол кезде Баянауыл ауданының Ленин атындағы кеңшарында тұратын. Бірнеше күн демалыстан кейін мен атқа қонып, қосауыз мылтықты алдым да қырға қарай жорта жөнелдім. Үйден алыстаған кезде бұрын таныс емес үлкен көлдің жағалауына іліктім. Көз салып қарап едім, жағадан жағылған оттың түтіні шығып жатыр екен. Сол жерде қармақ салып біреу отыр. Жақындап барсам, бұл сақал мұрты ағара бастаған орысшал екен. Мен балықшыға сәлем беріп, бұл қандай көл деп сұрадым. Қарт маған өткір көгілдір көзін қадалта қарап, ал өзің қайдансың деді. Баянауылдан. Міне қалай, жерлес екенбіз ғой. Алысқа ұзақ кетіпсің. Бұл енді Қарағандының жері, Аскаровский ауданы. Ал көл Шыдынды деп аталады. Баянауылдылықтан кімді білесің, а? Исабаев Әлиді білесің бе? Ол менің әкем. Қарт қолынан қармағын түсіріп ала жаздады. Содан соң мүштікпен шегіп отырған шылымының түтінін терең тартып, қармағын былай тастады да орнынан түрегелді. Заркен емессің бе? Деп толқи сұрады ол. Жоқ, Заркен менің үлкен ағайым, ал мен Қалкенмін. Ол қуана күлімсіреп, кенет мені ат үстінен қуатты қолдармен жұлып алып, содан соң жалпақ алақанымен арқамнан қағып, бетіме барлай қарады. Танығың келмей ме, ә? Мартыновпын мен, Иван Семенович. Бәлкім, туыстарыңнан мұндай есімді естіген шығарсың. Марфа! Деп айқай салды. Ол үй жағына қарап, мейманды күтіп ал. Есік алдына бүкірейген кемпір шықты да, алақанымен көзін көлегейлеп, маған тесіле қарады. Содан соң қолдарын шапалақтап, менің жаныма жүгіре басып келді де маңдайымнан сүйді. Мақтум аға судың қос тамшысындай ұқсас. Жоғар шық, төрлі тұлым. Үйден ұзын бойлы, ақ сары шашты жігіт, мен бірден тани алмаған бала кездегі досым Ванька шықты. Сәлден кейін біз мерекедегіше дайындалған үстел айналасында отырдық. Соғыста қаза тапқан Петрді еске алдық. Мартыновтар үшін және менің туыстарым үшін, біздің кездесуіміз үшін іштік. Осымен, құрметті тыңдарман, бүгінгі шығарылым соңына жетті. Сізге осы әңгіме ұнады деген ойдамын. Келесі әңгімені жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қолдау ретінде пікір білдіріп, үліпіл жаза кетіңіз. Сіздермен бірге болған Динара Мейрамқызы. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.